Ең қызықты, ең сапалы Brawl Stars'тан видеолар көргілерің келсе, Audiobro деген арнаға тіркеліңдер достар. Осы жерде қызықты, сапалы видеолар көре аласыңдар Brawl Stars'тан. Осы да әзірше 7 жазылушы, әрі қарай дамытып осы арнаны 100-ге шейін жеткізіп тастаймыз достар. Керемет видеолар көріп тұрғандарыңыздай. Ал біз өз видеомызға Бәріңе сәлем, сіздермен Мейірбек, және де бүгін біз Майнкрафтты жалғастырамыз. Және де достар, біз сіздерге ұнайтын выживаниемізді де жалғастырамыз. Әрине лайктарыңды басып, қолдап отырыңыздар достар. Ал біздер бүгінгі серияда осы екінші этажды құрайтын боламыз. Ал ол үшін керекті заттың бәрі менде жоқ. Бүгін біз қазір ағаш теруге барып келетін шығармыз. Алдын ала, одан алдын, яғни сандықты көруім керек. Оның ішінде болу керек ағаш, немесе болмайды. Достар, бізде ағаш жетерліктей бар екен. Және де біз көп нәрсені істей алар екенбіз. Жарайды, және бірінші неден бастасақ болады достар. Мысалы, біздер деген бірінші мына жаққа неден бастаймыз? Мына жаққа біздер дейтін төс және де бірдеңелерді қою керек дегендей. Ал мына жерге бір стол қойып қоя салатын жарым бүйтіп даланы тамашалап отыратын дегендей. Жарайды, біздер осы жерге кровать қойсақ па, әлде басым қатып не істерімді білмеймін. Осы жерге не құратынымызды комментарияға жазып кетіңізші достар. Мүмкін біз қазірше бұны толтырмайтын шығармыз. Оны әлі көреміз. Және де қазірше көбірек ағаш теріп келе берейін. Таста бізге шахтаға да бару керек бүгін. Жарайды, енді комментарияға жазыңыз, осы бөлімдегі комментарияға жазыңыз. Яғни, осындай құр деген сияқты екінші этажға. Ал мен қазіргі серияда шахтаға барып, оған дейін керекті заттың бәрін дайындап аламын. Ал қазір екі киркамды алып алып, және де бір балта жасай салу керек. Мысалы, ағашты аламыз. Палка бар бізде. Демек, железаны аламыз ба достар, қайтеміз. Жарайды, біз одан да таспен жасай салайық. Осы жерге осылай екі палканы қойып, және де балтаны осылай жасап алсақ болады. Мінекей, бізде балта дайын, енді мына тасты салып кете салайық орнына. Тамақпенен бізге көбінесе көмір керек болады достар. Сондықтан көмірді де жасап аламыз. Одан алдын палка және де факел. Бізде неғұрлым көп болса, сонша жақсы болады достар. Біз сол үшін заттарды аямай көп факел істей берейік дегендей. Және на картошканы тала салайық. Жарайды, енді біз шахтамен ағаш теруге дайынбыз. Яғни тас. Жарайды, біздер ана жаққа барған соң мен қайта келемін. Енді достар, мен әрбір серия сайын осындай ағаш қазып баққан кезде және де тас теріп баққан кезде мен ол жерлерді өткізіп жеріп тұрамын. Сендер оған ренжімей, кәдімгідей отыра беріңдер достар. Әрине, осы видеоға 10 лайктан сұрап аттым әр видеоға. Меніңше енді көбейтетін шығармыз ағаштарды дегендей ғой. Бүгін көбірек қазетін шығармыз. Ал қазір мен осы жерін өткізіп жіберейін достар. Ағашты теріп болам дегенше біраз уақыт өтеді дегендей. Жарайды, онда өткізіп жіберейік. Достар, енді қайта келем енді 5 минуттан соң. Достар, сіздерге бұл 1 минут сияқты көрінген шығар. Ал бізде мен модты алып тастаған соң қою өз қалпына келді. Жарайды, мен жаңағы балтаны сындырып алдым, және де 4 стак ағаш кесіп алдым достар. Енді ертеңгіге қалатын болды. Яғни Майнкрафттың күні бойынша ертеңгіге шахта қазу қалатын болды. Ал қазірше барып ұйықтай тұрайық. Мына қойды өлтіріп кетем бе? Жоқ. Железамен не қылған кезде, қайшы алған кезде бізде жүнін көбейтіп алуға болады. Сондықтан оған теспей тұрайық әзірше. Ал тезірек ұйықтау керек бізге. Бұны салып тастай салайық қазірше, қажеті жоқ дегендей. Ал мен ертесіне шахтаға баратын боламын.
Ал қазір мынау. Иә, достар, көріп тұрғаныңыздардай, менде сиырдың етінен біразын жеп қойдым. Жаңа ғана 21 еді, енді қазір 16-сын жеп қалды. Иә, ұйықтап алайық. Так, біз ертесіне тұрған соң железа не болмаса басқа зат табуға тырысуымыз керек. Әйтпесе бізде железа да аз дегендей. Жарайды, тезірек барайық енді шахтаға. Біздің шахтамыз анда еді бәсе. Мен қайда кетіп бара жатырмын? Мына жерден жүзіп өте салам. Иә, біздер енді шахтаға жетіп келдік. Достар, осылай өткізіп тұрған жеріме мән бермей қойыңыздар, және де бізде железа. Иә, бірден железа тауып алдық. Осыны қазып алған соң қайта келмеймін. Және де не подписка жиналып жатыр, оған да рахмет. И бірақ нәрсе, достар, что-то бізде лайк жиналмай жатыр. Сондықтан лайктарыңызды басып қолдап отырыңыздар, ал біздер мына жаққа баратын болып шештік. Өйткені мына жақ бітіп қалды. Жарайды, дос көмірді алып болған соң ана жаққа барамыз. И алмаз болушы еді осы жерлерде, соны қарап көретін боламыз. Әрине, айтпақшы золото алған жерімізде меніңше болу керек. Ал көмірлер қазірше кейінге қала тұрсын. Енді достар, кешіріңіз. Мына жерде лава, иә, достар, ой, түсіп кете жаздым. Ема, мынау лаваның астында демек обязательно болады ондай. Анан қаз жіберейік, түсір жіберейік бүйтіп. И және біз алмаз тауып аламыз ба? Оны көру керек. Мына жақтан қылышпен қази береміз. Ой, мынау бір атала кетейін деп тұр. Ой, лаваға түсіп кете жаздай берем. Жарайды. Мына жаққа барайық біз тезіректеп. Әлде песке түсіміз. Бірінші мына жаққа барып көріп алайық, достар, иә. Осы жаққа барып көрейік. Мына жерге блужник. Осындай шығулар үшін керек екен, осындай блок. И бізде жан жақта көрінетін еш нәрсе жоқ, иә, достар. Көпселік көттім, что-то. Жарайды. Мына жаққа тезірек шығып алайық, тезірек. Енді бұл видеоны ұзақтау қыламыз енді, достар, оған асықпай. И мен бір нәрсе тапқан кезде қайта ораламын, достар. Мен енді мен тағы да осындай железа тауып алдым. Осыны қазып көру керек. Что-то қасында лава тұр. Соған абайлау керек. И бізде, достар, ема, осындай кезде лагать етеді. Жарайды. Мә, достар, мынау алмаз, достар. Ебой, алмаз тауып алдық. Алмаз. Бізде көптен күткен алмаз, достар. Қанша шығар екен, осыны қазайық. Және де осы. Ебой, астында да шықты, достар. Ал мына железаны таскеркамен, және де железіне керкамен алмазды қазайық. Достар, керемет, алмаз көп шығып жатыр. Қарағанда былай. Қазайық. Және, достар, біз мына лаваға байлауымыз керек. Әрине, отқа күйіп қалмас үшін. Енді осылай қазаймыз, достар, кәдімгідей керемет. Біздер деген керемет алмаз тауып алдық, достар, ойлаңдаршы. Нешеу? 13. Ебой, достар. 13, 14, және де 15 алмаз. 15 алмазды тауып алдық, достар. Өте керемет. Что-то біздерде дейтін өте керемет сәтті шахталар болып жатыр десем де болады. Мынаны қойып шығып кетейік. И біздерде деген тоқ, және де, достар, мына жерде ебой, керемет. Бұны көрдім. Мен железаны қазып алайын дедім бірінші. Ой, осылай лагать етеді, ренжімейсіңдер. Кәдімгідей қуанып тұрмын. Ал алмазды аман есен үйге жеткізу керек, өліп қалмастан бұрын. Қазір мына көмірді алып кетейік. Давай, тез қазы. Керемет, достар. 5 алмаз тауып алдық. Көптен күткен алмазымызда бар енді, 15 қана енді. Жарайды. Кейін тауып алатын жарымыз көбірек қылып. Ал мына жерде бізде лава. Меніңше осы жақта болу керек, достар. Ал мен үйге қайтқан кезде қайта келемін енді. Ой, өстіп лагать етеді, ренжімейсіңдер. Қазір қайта келем. И, достар, мен үйге жетіп келдім. Мен өте қуаныштымын. Бізде кәдімгідей 15 алмаз, және де 20 железа таптық. Бізде өте сәтті
шахта болды десем де болады. Және лазурит пен золотода таудық достар. Өте керемет болды біздің шахтамыз. Ал мен осымен видеоны аяқтаймын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар достар.